Қайырлы күн достар, Украинадағы екі бірдей мемлекеттік арнаның ұзақ жылдан бері меншікті тілшісі болған адам ретінде соңғы Золкин мен Лұқпан Ахмадияровтың сұхбаты туралы өз пікірімді білдіре кеткім келеді. Өйткені Лұқпан Ахмадияров өзінің жаңағы Золкинге берген сұхбаты кезінде мемлекеттік арна туралы пікірінде айтып өтті. Енді өздеріңіз де біліп, көріп, бақылап отырған шығарсыздар. Лұқпан ағаны Астанада біздің құқық қорғаушылар ұстап алған еді. Ал Золкин туралы не білесіздер? Бұл Владимир Золкин деген Украинаның тілшісі. Істі болған адам, енді бұл маңызды емес. Ол кісі жаңағы 4 жылдан бері Украина қарулы күштері тұтқынға алған солдаттардан, тұтқынға алған енді әскерилерден интервью алады. Соңғы интервью кезінде біздің 3 сорлыдан да жаңағы Ресейге барып, содан кейін Украинаға соғысқа кеткен 3 әскерден де сұхбат алды. Сол кезде, енді бұл кезде маған бір ұнамайтыны, Владимир Золкин «Почему казахи воюют за идею Путина?» деп айғайлайтып қояды да тақырыпты. Менің сол бір намысыма келеді. Өйткені барлық қазақтар Путиннің идеясы үшін сол үшін соғысып жүргендей, Украинаның өз ішінде де, Украинаның өз адамдар ішінде де Ресейге кетіп Украинаға қарсы соғысып жүрген адамдар көп қой. Ол «Почему украинцы воюют за идею Путина?» деп айтпайды да ол, «А почему казахи?» деп айғайлатып тұрып айтады. Мен сол намысыма тиеді. Өйткені енді мен бұл кісімен соғысайын деп тұрған жоқпын. Жалпы өзімнің қазақтың тілшісі ретінде айта кететінім, сол бір 3 сорлыға бола бүткіл қазақтардың атын жамылып, «Почему казахи?» деп айтатыны ұнамайды. Енді ол біздің паспортымыз бар шығар, бірақ көбінесе жаңағы Орынбордағы қазақ, Байқоңырдағы қазақ қой, енді олардың мысалы қазаққа еш қатысы жоқ, жаңағы баяғыда кетіп қалған, сол жақта тұратын деген сияқты. Сол бір нәрсесі ұнаған жоқ. Жалпы былай, әрине Владимир Золкин деген қаншама миллион подписчигі бар адам ғой, енді Украинадағы өте танымал тілші, қаншама жүздеген, бәлкім мыңдаған тұтқындардан интервью алып, сұхбат алып, бүгінгі соғыстың Украина-Ресей соғысындағы әскерилердің, әсіресе орыс әскерлерінің қаншалықты топас екенін, қаншалықты білімсіз екенін, және қаншалықты әскерге, тіпті әскер деген атқа лайық емес екенін көрсетеді. Өйткені олар мысалы Донбасс туралы, Украина туралы сұрайды ғой әскерлерден. Өздеріңіз қараңыздар Владимир Золкиннің каналын. Сол кезде мысалы қаншама әскерлер Украина деген дербес елдің бар екенін де білмейді. Яғни орыс билігі сен әскерсің ба, сен чмосың ба қарамай жібере береді. Әйтеуір соғыста болды, оның ішінде түрмеге шығып отырып шыққандар қаншама, адам өлтіргендер қаншама. Мен мысалы Жасұлан Дүйсенбин деген өзіміздің қазақтан интервью алған кезде олар айтады, ол ет сияқты, орыстың әскерлері, өйткені адамдары көп, техникалар жетпеген жерге олар адамдарды сала береді. Енді бұл дегеніміз, бұл өте бір сондай орыс әскері әлсіз дегенді білдірмейді. Әрине олардың да жаңағы мықты соғыс тактикасын жақсы білетін адамдар бар ғой, техникалар да бар деген сияқты. Енді тақырыптан ауытқып кеттім сәл, бірақ өзімнің пікірімді де білдіргім келеді. Сол бір шырқыратып айтқаны, дау қып өстіп, казахи за идею Путина деп айтқаны менің намысыма келді қазақ тілшісі ретінде. Ал Лұқпан ағаны мен өзім жеке білмеймін, сыртынан танимын, өзінің каналын әсіресе соңғы жақында Астанада ұстап алғаннан кейін Лұқпан ағаның жалпы шығармашылығымен таныспын, оның каналына қашанда қолдау білдіріп отырамын. Енді ол мені жеке танымайтын шығар, бірақ ол кісінің мемлекеттік арналарға қатысты айтқан пікірі өте орынды және дұрыс. Өйткені біз соғыстың біз Майдан туралы жақ ашпаған адамбыз. Менің Украина 8 жылға созылған сапар деген кітабымды алып оқыңыздар. Соның ішінде мемлекеттік арна туралы менің де өз пікірім бар. Мен арнада істедім, мен соғыс туралы жақ ашқан жоқпын, Майдан туралы да жақ асқан жоқпын. Бірақ мемлекеттік арнаның тілшісі ретінде екі бірдей халықтың достығын арттыру үшін, Владимир Золкин сияқты екі халықты бір-біріне енді айғайлатып, сондай қазақтардың бәрібір Путин үшін өліп жатқандай тақырып жасаған жоқ. Мен керісінше Украинада қандай мықты жобалардың жүзеге асып жатқанын, енді соғысқа дейін Украинадағы қазақтардың қалай өмір сүріп жатқанын, біздің диаспораның айтып отырған жағдайын, одан кейін Украинадағы соңғы бір
мәдени жаңалықтарды, әлеуметтік жаңалықтарды барынша беріп, екі халықтың достығын арттыру үшін жұмыс жасадым. Бірақ сөйте тұра Лұқпан ағаның мемлекеттік арна туралы, мемлекеттік арнаның соғыс туралы жақ ашпайтынын растағым келеді, қолдағым келеді осындай қиын сәттерде. Өйткені ол шындық. Ол шындық. Сіздер де мысалы мемлекеттік арнаның бір Украина, Ресей туралы бір соғысын көрдіңіздер ме? Жарайды, соғыста айтпай қойсын. Біздің идеологияда, біздің билікте Ресейге бару жағынан, жаңағы оларды шетелдік соғысқа араласпау туралы қандай да бір идеологиялық жұмысы жүргізілмейтіні рас. Өйткені жаңағы Мариупольге де қазақтарды жинап жатқанын естідім, я. Мысалы Орысқа да жаңағы құс фабрикасында анауға мынауға жұмысқа барған, құрылысқа жұмысқа барған адамдарды Ресей Украинадағы соғысқа айдап салатыны да рас. Өйткені Лұқпан ағаны не үшін қамады? Оның қолында нақты бір несі болған жоқ. Жаңағы әйел өтініші бойынша, Лұқпан ағаның сөзінің айтуы бойынша, ол бастапқыда өзінің ағасын іздеп Лұқпан ағаға жаңағы хат жазған, кейіннен өзінің сөзінен жалтарып шыққан. Менің ағам Украинадағы соғысқа барды деп айтпадым деген сияқты. Енді бұл қарап отырсаң адамды тапа-тал түсте түрмеге жабатын мәлімет емес. Дей тұрғанмен де біздегі барлық орыс арналары өзінің соғысын даңғыратып тұрып айтады да. Ал біз мемлекеттік арнадағы, жалпы мемлекеттік арна ұлттық идеология деген соғыс туралы айтпайды. Украинаға, жаңағы Ресейге барып, қолыңа қару алып соғысқа кетіп қалма деп те ескерту жасамайды. Өйткені сен өзімізде күнделікті көріп жүрміз ғой, мигранты бар, анау бар, мынау бар. Орыс билігі аямайды, өзінің орыстарын жіберіп атқан жоқ соғысқа. Бастапқыда башқұр кетті, анау кетті, мынау кетті, шешен кетті. Қолыңа қару тұрмақ, қарасу ұстатпай қаңғыртып жібереді ғой. Оларды жаңағы өзімізде көріп жүрміз, олар ет сияқты кетеді соғысқа. Сондықтан Лұқпан аға өзінің YouTube каналында қауіпсіздік үшін өзіміздің азаматтарға ескерту жасап айтты. Мысалы, Ресейге жұмысқа баратын болсаң, соғысқа кетіп қалуы мүмкін. Енді ол Лұқпан аға айтпаса да белгілі нәрсе ғой. Сол үшін менің ойымша түрмеге тығытуға болмайды. Керісінше ол жұмысты біздің билікте атқарып отыруы тиіс. Өйткені біздің ата заң бойынша басқа елде жүріп жатқан соғысқа біздің ұландар қатыспау керек. Осы, ал Золкиннің, Лұқпан Ахмедияровтың жаңағы сөзін сөйлеп, содан сұхбат алып, қолдап жатқанына әрине бек қуанамын. Ол кісінің жұмысын жоққа шығаруға болмайды. Талай жаңағы айтып өткенінде әскерилердің шын бейнесін, олардың ойын ашық сұхбат жүргізу арқылы қалың көрерменіне жеткізіп отырған талантты адам. Тек осындай бір-екі дүниесінде біздің қазақтардың барлығы атына сын келтіретіндей жасаған дүниесі ұнаған жоқ. Оның алдында оның әріптесі бар. Ол да біздегі бір жағдай бойынша су тасқыны кезінде де қазақтарға сол керек деген сияқты айтты. Менің ойымша дәл қазір Украина өзіне жау іздемей, керісінше қазақтардың да еңбегін елеп біліп, билік тарапынан қандай да бір ашық қолдау жоқ шығар, бірақ азаматтық қоғам тарапынан, біздің Украинадағы диаспора тарапынан, тіпті айтайын елшілік тарапынан бәрібір Украинаға қолдау, Украинаның саясатын, жаңағы соғыстан зардап шегіп жатқан Украина азаматтарынан қолдау, гуманитарлық көмек, бастапқыда жаңағы біздің дәрігерлер келіп Украинаға, Украинаның балаларына, Украинада соғысты зардап көрген азаматтарға көмегін көрсетті, ота жасатты. Ол рас қой, ондай жағдайды Золкин айтпайды да, ал қайдағы бір чмошник ұстап алғаннан кейін интервьюында дәу қылып айтады. Ал журналистердің мақсаты менің ойымша бәрібір енді екі халықты жауластырмай, біз орыс пропагандасы сияқты емеспіз ғой, бәрібір жақсы жағында, жаман жағында айтып өтсе деген тілек қой. Золкин менің сұхбатыма қарап қалған жоқ шығар. Бұл менің өзімнің азаматтық позициям.
Ал Украина 8 жылға созылған іссапар кітабында мен де мемлекеттік арналың аттеген ай деген саясатын, қандай жағдайда біз үндемей қалдық, қандай жағдайда біз ақпарат бердік, орыс пропагандасының күші, олар Украинадағы соғысты қалай беріп жатты, бәрін айтып жазып отырдым. Сіздер де кітабымды алып оқыңыздар, сол арқылы маған қандай да бір аз да болса көмектеріңіз тиеді. Комментарийларыңызды күтем. Келесі кездескенше аман болайық, еліміз аман болсын.